Сәлеметсіздер ме, құрметті инста көрермендер, сіздермен бірге номері 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің педагог-психологы Ерғалиева Жангүл Ақбергенқызы. Сәтті апта болсын, құрметті көрермендер, күндеріміз берекелі болсын. Бүгінгі біздің сіздермен қозғағалы отырған тақырыбымыз өте маңызды тақырып. Жалпы әлеуметтік желінің адам психикасына әсері туралы. Құрметті достар, көкейлерімізде жүрген сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, тікелей эфир барысында жолдауларыңызға болады, мүмкіндігінше жауап беруге тырысамыз. Әлеуметтік желінің қазіргі таңда маңызы зор. Әлеуметтік желіге тіркелмеген адам кем десек те болады. Әлеуметтік желі күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналғалы қашан. Қазіргі таңда біз ұйқыдан ояна сала телефонымызға қараймыз, сонымен қатар ұйықтар алдында экранға бір үңілетініміз анық. Бір сәт ойланып көрдік пе? Әлеуметтік желінің адам психикасына, яғни өзімізге қалай әсер ететінін ойланып көрдік пе? Достар, әлеуметтік желінің пайдасын біз жоққа шығара алмаймыз. Әлеуметтік желі арқылы біз өзімізге қажетті ақпараттарды аламыз, сонымен қатар әлемнің түкпір-түкпірімен байланысқа шыға аламыз, өзіміздің пікірімізді білдіруімізге мүмкіндік туғызады. Дегенмен шамадан тыс әлеуметтік желіде отыру адам психикасына кері әсері етуі мүмкін. Ал енді достар, белгілі психолог Ягдар Туриханов әлеуметтік желінің адамның өзін-өзі бағалауына, яғни өзін-өзі бағалауының төмен санауына әсері туралы айтып кеткен болатын. Яғни, бұл деп отырғанымыз, әлеуметтік желіде адамдар өзінің сәтті, бақытты, керемет өмірлерін жариялайды. Сол жарияланған суреттерді, видеоларды қарау арқылы кейбір адамдар мен ол адамдардан артта қалдым деп өзін мазасыздануы мүмкін. Яғни, осы орайда адам мазасызданып, өзінің сенімділігін жоғалтуы мүмкін. Сонымен қатар өзін-өзі бағалауы төмендеуі мүмкін. Бұл деп отырғанымыз адамды ішкі күйзеліске түсіруге әбден қаупі бар. Яғни, адамның психологиялық психикасына кері әсерін тигізу, яғни адамды өзге адамдармен салыстыру барысында. Яғни, осы салыстыру барысында әлеуметтік желінің кең бізге әсер ететіндігі жалпы адамның өзін-өзі бағалауының төмендеуіне әкеп соқтырады. Енді бұл жерде айтқым келеді, психолог маман ретінде сіз әлеуметтік желіде жинаған лайк, пікір, қаралым сіздің өмірлік құндылығыңызды анықтамайды. Жалпы әлеуметтік желідегі қаралымдар арқылы сіз өзіңіз аз қаралым жинадым немесе лайкты аз жинадым деп өзіңізді төмен санамаңыз. Керісінше, сіздің оқыған, алған біліміңіз, жасап жатқан еңбегіңіз, мінезіңіз арқылы сіз осы арқылы құнды екеніңізді ұмытпағаныңыз жөн. Жангүл Ақбергенқызы, біздің тікелей эфирге мынадай сұрақ келіп түсті. Әлеуметтік желіде бар жеке басыңа қатысты ақпаратты жариялаған дұрыс па? Сұрағыңызға рахмет, көрермен. Жалпы қазіргі таңда мошенниктер, алаяқтардың көптеп кездесіп жатқан заманы. Сондықтан өзіңіз туралы жеке құнды ақпаратты әлеуметтік желіге жарияламағаныңыз абзал.
жалпылама енді жастар арасында, жасөспірімдер арасында әлеуметтік желінің, оның ішінде Инстаграм, ТикТок сынды жалпы желілер қазіргі таңда сұранысқа ие. Дегенмен ол желіге сіздің құнды, өзіңізге керек ақпаратты нақты жарияламағаныңыз жөн. Сұрағыңызға рахмет. Тағы да тікелей эфирімізге сұрақ келді. Саламатсыз ба? Әлеуметтік желіде жасөспірім неше сағат отыру керек? Сұрағыңыз үшін көп рахмет, құрметті көрермен. Жалпы мына бір техниканы ұсынғым келіп отыр. Әлеуметтік желіде экран уақыты деген техникасы. Қазір сіз телефоныңызға қарай қойыңыз, құрметті көрермен. Әлеуметтік желіде сіз егер 3-4 сағаттан артық отыратын болсаңыз, бұл дабыл қағатын мәселе. Жалпы әлеуметтік желінің өзінің белгілі бір уақыты бар, күнделікті қарайтын. Егер сіз осы 3-4 сағаттан астам уақыт қолданатын болсаңыз, мына бір әдісті қолданыңыз. Күніне 10-15 минуттан шегеріп отырсаңыз, сіздің психикаңызға қатты әсер етпейді. Дегенмен сіз әрбір күн сайын 10-15 минуттан шегеріп отырсаңыз, сіздің күнделікті қолданатын әлеуметтік желіде отыратын уақытыңыз біршама азаяды. Жалпы шамадан тыс қолдануға болмайды әлеуметтік желіні. Тағы да сұрақтарыңыз болса жолдаңыздар. Белсенділіктеріңіз үшін көп рахмет. Жалпы сұрақ болғанша мен сіздерге кеңесімді одан әрі жалғастыра берейін. Құрметті жас достар, сіздер бос уақытта жалпы сіздерге кеңес ретінде айтамын. Қазіргі таңда кітаптарды көп оқуға, өзіңізге қажетті мағлұматты кітаптан көру арқылы сіз жадыңызға, есіңізге сақтауыңызға көп көмегін тигізеді. Бізде қазір әлеуметтік желідегі рилстар, ТикТоктағы, Инстаграмдағы рилстар 59 секундтан тұрады. Ол деп отырғанымыз адамның зейінінің шоғырлануына кері әсерін тигізеді. Сондықтан зейініңіз шоғырланып, есте сақтауыңыз жақсы дамысын десеңіз, сіз кітапты оқуды дәл қазір оқымай жүрсеңіз, жаңадан бастап кітап оқуға кеңес беремін. Біздің тікелей эфирге тағы сұрақ келіп түсті. Саламатсыз ба? Әлеуметтік желіде тек кәмелет жасқа толған жасөспірімдер отырған дұрыс па? Сұрағыңыз үшін әрине көп рахмет. Қазіргі таңда шетелдерде, мысалы Қырғызстанды алып көрейік. Қырғызстанда TikTok желісін бұғаттады, қолданысты. Қазіргі таңда біздің Қазақстанда да 16 жасқа толмаған жасөспірімге Инстаграмға, сондай сынды ТикТокқа тіркелу қиындап жатыр. Яғни бұл қолға алатын мәселе. Әлеуметтік желі арқылы адамдардың, оның ішінде жасөспірімнің қазіргі таңда тіпті ересек адамдардың азарттық, құмарлық, яғни құмарлық қасиеттері оянып жатыр. Жалпы әлеуметтік желіге деген байланыс, оның ішінде жалпы әлеуметтік желідегі құмар ойындарына қызығушылық танытып, қазіргі таңда лудоманиямен көп айналысып жатыр. Оның ішінде жасөспірімдер де бар, ересек азаматтарымыз да бар. Оның салдарынан біздің қоғамға кері әсер етіп жатқаны өте көп. Кейбір ересек адамдар отбасынан айырылуға дейін, тіпті сондай жағдайға дейін алып барған кері әсері бар. Сондықтан әлеуметтік желіге көп байланбағанымыз жөн. Сұрақ бар ма тағы да? Сұрақ қойып атсалысып жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал енді мына бір техниканы сіздермен жасап көрейік, бірге. Яғни қысқа тыныс алу техникасы. Қазір
ішімізден 4 секунд демімізді аламыз. 2 секунд осы демді ішімізде ұстап тұрамыз. Деп 6 секунд сол демді шығарамыз. Бұл жалпы адамды тыныштандыруға, демді алып, оны шығару жалпы адамның мазасыздығын төмендетеді және өзін тыныштандыруға көп көмегін тигізеді екен. Осы әдістерді қолданып, өзіміздің мазасыздығымыздан арылуымызға әбден мүмкін. Осылай жасап көріңіздер, қымбатты достар, бізге көмектеседі. Біздің тікелей эфирге тағы сұрақ келіп түсті. Саламатсыз ба? Әлеуметтік желіні тек қана керек кезде қолданған дұрыс па? Әрине, сұрағыңыз үшін рахмет. Әлеуметтік желіні керек кезде қолданған жасөспірім болсын, адам болсын, ол өте сауатты түрде қолданып отыр деп ойлаймын. Себебі қажет емес кезде тек бос уақытқа әлеуметтік желіге байлану ол дұрыс емес. Қажет қана кезде өзімізге пайдалануды ұсынамын. Жоғарыда айтып өттім, сол кеңестерді өзіміздің өмірімізге пайдалансақ, нұр үстіне нұр болар еді. Сұрақтарыңыз үшін көп рахмет, көрермендер. Тағы сұрақ болмаса, мен сөзімді қорытындылайын. Әлеуметтік желі өмірдің орнына жүрмеу керек. Негізгі өмір ол экранның ар жағында емес, қымбатты жасөспірімдер, қымбатты оқушылар, қымбатты ата-аналар. Өмір ол дәл қазір осы жерде екенін ұмытпауымыз қажет. Әлеуметтік желі арқылы жинаған лайк, немесе жиналмаған лайк сіздің өміріңізге кері әсер етпеуі тиіс. Яғни, сіз күнделікті өмірде өзіңіздің отбасыңызбен, өзіңізге жақын адамдармен бірге отырған, және де офлайн түрде кездесіп, олармен сұхбаттасқан өте маңызды. Жалпы экранның ар жағында отырып сұхбаттасқаннан бетпе-бет, жүзбе-жүз барлық іс-қимылымызды, мимикамызды көру арқылы бір-бірімізбен жақын түрде қарым-қатынасқа түсуге шақырамын. Жалпы өмірде бір-бірімізді бағалап жүруге шақырамын. Әлеуметтік желіде байланып қалмай, оның тұсауына түспей, қажет қана кезде өзімізге қажет ақпаратты алу үшін, мағлұматты алу үшін пайдалансақ, біз сауатты түрде әлеуметтік желінің оқырманы боламыз. Ал енді, құрметті дос, есіңізде болсын, сіз лайк үшін емес, өмір сүру үшін жаралғандығыңызды тағы бір мәрте еске саламын. Бүгінгі эфирде белсенділік танытқандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Келе жатқан жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда әрбір шаңыраққа берекелі табыс, бақытты өмір, шалқар шаттық тілеймін. Көп рахмет. Кездескенше күн жақсы.